Сәлем достар, менің есімім Мусина Гүлдерай. Сіздерді өзімнің каналымда көріп отқаныма өте қатты қуаныштымын. Сіздермен бірге бүгін біз салфеткаға блокировка жасайтын боламыз. Яғни блокировка дегеніміз қазақша күлтеу деп айтылады. Енді орыс тілінде блокировка деп айтады көбіне. Яғни мынау менде блокировка жасалмаған түрі. Көріп тұрсыздар, бұл яғни менде әлі аяқталған жоқ. Неге шеттері мынандай болып аяқталу керек қой. Менде әлі аяқталған жоқ. Яғни блокировка жасамасаң салфеткамыз осындай болып тұрады. Неге қыржық болып, андай беті түзу болып істелмеген сияқты осындай болып тұрады. Ал енді блокировка жасаған түрін көрсетейін сіздерге. Неге блокировка жасаған кезде бізде салфеткамызды көріп тұрсыздар ғой, теп-тегіс жатады, ешқандай жері мыжырамайды, мінекей қатты болып тұрады. Байқап тұрсыздар ма? Қатты. Әрі мінекей узорларын бәрін ашып көрсететін болады. Яғни блокировканы қалай жасаймыз, мен оны қазір видеода толықтай көрсететін боламын. Бізге керегі булавкалар көп керек болады. Енді булавканы толтырып алып қойыңыздар, себебі біз пенопластқа мына салфеткамызды булавкалармен бетіп тартып қадайтын боламыз. Сол кезде узорлары бізде мінекей көрінбей тұр ғой. Біз бұларды былайынан тартқан кезде, міне байқап тұрсыздар ма? Узорлары ашылып, мына жандары мінекей бәрі анық көрінетін болады. Сондықтан да бұны салфетканы блокировка жасау міндетті түрде. Міндетті түрде блокировка жасаңыздар, сол кезде мінекей салфеткаларыңыз әдемі болып тұрады. Мен яғни мына салфеткаға блокировка жасайтын боламын, қай видеода көрсетемін. Мынау бізде мына блокировка жасалған түрі. Блокировкасыз қандай болып тұрады, оны видеода көресіздер. Көріп тұрсыздар ма? Блокировка жасағанда узорлары анық, әдемі көрініп тұр, ашылып тұр. Мына ұстағанның өзінде де мінекей мынау сияқты жиырылып тұрмайды. Мінекей мына ұстағанда міне қолға ыңғайсыз ғой, ал мынау әдемі болып тұрады. Осыны мысалы жаңа жылда сыйлыққа, 8 мартта сыйлыққа берсеңіздер, осылайынан орап әдемі қылып болады, ешқандай да бір қисайып, ондай нәрсе болмайды. Сондықтан да салфетка тоқыған кезде міндетті түрде блокировка жасаңыздар. Ол сіздің мына салфеткаңызды әдемі етіп көрсетеді. Ендеше қандай нәрсе керек, қалай істеу керек, бәрін соңына дейін видеода көріңіздер. Өте пайдалы видео. Ендеше біз кеттік бастаймыз. Біз осындай стақанға жылы су құйып аламыз. Сосын мінекей кукурузный крахмалды аламыз. Негізінде өте жақсы осы кукурузный крахмал. Стаканға біздің шай қасықпен 3 қасықтай осындай толтырып тұрып, қасығымызды крахмалды суға саламыз. Міндетті түрде толықтай, ешқандай бүдір қалмайтындай араластырасыздар. Топ-толық етіп араластырыңыздар, түбінде ештеңе қалмайтын болсын. Және де мен газға ыстық суды қойып қойдым. Сол су қайнағаннан кейін барып, қатты қайнағаннан кейін барып, осыны үстіне құйып тұрып араластырам. Міндетті түрде араластырып құйып тұрыңыз. Мінекей газдан алдым. Осындай қою болып шығады. Газда көп ұстамайсыздар. Осылай қоюланғанша былғайсыздар да бірден аласыздар. Осындай қою болып шығуы керек міндетті түрде. Бұл қоюлық бізде салфеткамызды қатты етіп ұстап тұруға өте жақсы. Сондықтан да мінекей мен ысылай түрінде саламын газ салфетканы. Міндетті түрде қою болсын. Міне бізде тоқыған салфеткамыз блокировкасыз түрі, көріп тұрсыздар. Узоры ашық көрінбей тұр. Сондықтан да біз бұны жаңағы крахмал суымызға саламыз. Суды жылтып алсаңыздар да болады, кішкене тұрғызып. Мен осылай ысылай күйінде қасықпен осылайынан салдым. Барлық жеріне мына крахмалымыз түгелімен сіңуі керек. Яғни осыны судың ішінде ұзағырақ ұстап тұрамыз. Мен өзім 1 сағаттай ма, я жарты сағаттай қалдырдым. Араларын ашып, крахмалды барлық жеріне тигізіңіздер. Міндетті түрде түйеуі керек. Мен осылайынан істедім. Неге
араларын ашып суға кішкене батырып алдым. Сіздер де дәл осылай істеңіздер. Мінекей мен крахмалдан шығардым. Осындай үлкендеу пенопласт аласыздар да, соның үстіне жаңағы салфеткамызды осылайынан жайып аламыз. Көріп тұрсыздар ғой, узорымыз ашық көрінбейді. Крахмалға салфеткамыз жақсырақ батып, ұзағырақ тұрды. Крахмал үстіне сіңді. Қолға ұстағанда да білінеді сіздерге крахмалдың сіңгені. Кейін осындай булавкаларымызды толтырып алып аламыз міндетті түрде. Енді булавкаларымызды кішкене өзіңізге ыңғайлы етіп алыңыз. Ең алдымен мына ортасына біз қадап қоямыз, яғни жылжып кетпеу үшін булавканы мінекей ортасына кішкене қадап аламыз. Ең алдымен біз мына шетінен бастап кіргіземіз булавкаларымызды. Ең шетінен бастаймыз. Мінекей тор көзіміз тұр ғой біздің ана жерде, соған булавканы кіргізіп, мінекей осылайынан қадаймыз. Тартыңқырап, кішкене тартыңқырап қадайсыздар басында. Кейін барып қайтадан қаттырақ соза бастайсыздар. Видеода бәрі көрсетіледі. Осылайынан шетінен бастап, асықпай бәрін қадап шығасыздар түгелмен. Узоры ашық көріну үшін барлық жеріне қадаңыздар. Сол кезде узоры анық көрінеді. Мінекей мен түгелімен қададым, көріп тұрсыздар, шеттеріне, мінекей барлық шетіне қадап шықтым. Ортаңғы бөліктеріне де қададым, байқасаңыздар, мінекей тек ортасына лайнан қоя салдым, яғни мына узорды ұстап тұру үшін. Көріп тұрсыздар, біз енді бұны кептіруге қоямыз. Толықтай кебуі керек, топ-толық кебуі керек бұл крахмалымыз. Мінекей мұнда да менде екінші салфеткамда да дәл солайынан шеттерінен қадап көрсетіп қойдым. Бұл крахмалдар толықтай кебуі керек. Мен күннің көзіне қойып кептіріп қоямын бұларды көбіне. Күннің көзінде кәдімгідей кеуіп әп-әдемі болып шығады. Мінекей крахмалымды кептірдім, көріп тұрсыздар. Ең алдымен мына шетінен бастап булавкаларды ала бастаймын. Жайлап қана аласыздар, мінекей. Кейін міне ортасындағыларды аламын жайлап. Осылайынан булавкаларымызды асықпай алып тастаңыздар. Енді жайлап қана пенопласттан аламыз. Мінекей қандай күшті болып қатып шықты, байқадыңыздар ма? Салфеткаға пенопласттар жауыз қалса, олар ештеңе етпейді, жайлап қолмен алып тастасаңыздар болады. Мінекей қап-қатты салфеткамыздың узоры анық, әрі жайылып, әдемі болып тұр. Көрдіңіздер ма? Крахмалдың өте бір күшті пайдасы осындай салфеткаларға жақсы. Біздің салфеткамыз дайын болды. Жаңа жылда 8 наурызда сыйлыққа берсеңіздер болады. Ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеле кетіңіздер, лайк басып, пікір қалдырыңыздар, достарыңызға да жіберуді ұмытпаңыздар. Және де менің келесі салфетка видеоларымды көрсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Мусина Гүлдерай, көп рахмет.